Баршаңызға сәлем. Дәмі тіл үйіретін, ерекше шырындылығымен ерекшеленетін Чорсу базарындағыдай ханымның рецебімен бөлісемін. Ол үшін ыдысқа ұнды електен өткізіп алып, суға тұзды салып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып, ұнға құйып қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илейміз. Көп илеген сайын қамырымыз біркелкі тегіс болады. Қамырымызды салафанға салып, 10-15 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Қамырымыз тыңғанша салмасын дайындаймыз. Картопты жұқалап турап, ұсақ текшелерге не болмаса ұзыншалап турап аламыз. Пиязды да өте ұсақтап немесе жұқалап турап аламыз. Тынған қамырды алып екіге бөліп аламыз. Мантының қамыры сияқты жұқалап жайып, 4 бұрыштарға кесіп аламыз. Картопқа пияз қосып, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын картоп қоспасын жайылған қамырдың бір шетіне орналастырып, екі жағынан жауып, ортасындағы ауасын шығарып, шеттерін түйеміз. Мантыварканы майлап аламыз. Дайын ханымдарды орналастырып, шеттеріне май жағып аламыз. Екінші қатарды орналастырғанда жабысып қалмас үшін. Мантываркаға видеода көрсетілгендей тізіп аламыз. 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін қазанға 100 мл өсімдік майын құйып, майды қыздырып алып, томат пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз, нават не болмаса қан салып араластырып аламыз. 30 грамм сары майды салып, жақсылап араластырып алып, 2 стакан суды құйып, оттың астын ақырындатып 20 минут бұқтырамыз. Соусымыз қоюлануы керек. Шұңғыл ыдысқа пісіп шыққан ханымдарды бір қатар салып, бетіне соусты құйып шығамыз. Екінші қатарды салып, соусты құямыз. Осылай ханымдарымыз біткенше тізіп шығамыз. Бетін жауып, 15 минутқа соусы сіңгенге дейін қойып қоямыз. 15 минуттан кейін бетін ашып, тәрелкеге салып, қалауларыңыз бойынша бетіне пияз бен көк шөпті сеуіп дастарханға берсеңіздер болады. Өте дәмді, жеңіл, әрі тойымды тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.